сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге Дакет-Диш жобасының авторы Сұраған Дәуіт. Бүгін сіздерге КТЖ-ны қалай жариялау керек екенін көрсетеміз. Біз мұнда күнделік кезетін ең бастық ретінде КТЖ деген бөлімді басамыз. Сосын керек сыныпта аламыз. Мысалға 6Е. Сосын яғни біз 6-да келеміз да, мұнда математиканы деген басамыз. Сосын астына төменге түсіп, жариялаудан алып тастаймыз. Жариялаудан алып тастағаннан кейін, мұнда бізде артқа қайтамыз. Страницаны алып етеміз. Қараңыздар, бізде жарияланғандан басталуға көшті. Одан кейін біз немізді жарияланған КТЖ-мызды өшіріп тастаймыз. Неге? Себебі бізге келесі 90 бар ғой, екінші 90. Қазір күтіңіздер. Бірінші біз алдыңғы сабақтағыдай сабағымызды импорттап алайық. Екінші 90 КТЖ-сын жариялап алайын. Сабақ нөмірі, сабақ тақырыбы. Әрі қарай дегенді басамыз. Мұнда импорттауға дайын, импорттауды басамыз. Сосын бізге жоспарлауға ораламыз. Енді қараңыздар, бізде қазір екінші 90 дайын тұр, бірінші 90 тұр үй жұмыстары. Бірақ та бірінші 90-ның бізде тақырыптары кетіп қалды. Мен сізге алдыңғы сабақта айтқан, бізге 490-ға да осылай Excel файлда сақтап қою керек деп. Сол себептен қайтадан импорттауға кіреміз. Сосын мына жерде файл таңдаймыз. Файл таңдаған кейін бізде бірінші 90 математикасын таңдаймыз. Әрі қарай сабақ нөмірі, сосын сабақ тақырыбы, сосын әрі қарай ені басамыз. Әрі қарай таңдалды бізде, импорттауды басамыз. Сосын бізде жоспарлауға ораламыз. Яғни бізде бірінші 90, екінші 90 барлығы осы жерде дайын тұр. Енді қараңыздар, бізге КТЖ-ны мұнда көшіру деген басу керек негізі. Бірақ та біз жыл дегенге басамыз. Жыл дегенді басамыз. Сосын мына жерден қараңыздар, бізде барлық 290-ды дайын тұрады, бүкіл 90-ды. Сосын мына жерде КТЖ-ны көшіруді таңдаймыз. Оқу жылына 2024-2025 жылыңызға байланысты. Сосын мұнда мысалы математика сабағы менде сабағыңыз пәнін таңдайсыз. Сосын сын таңдаймыз. Мысалы мен 6Е-ге жасап жатырмын. Сосын мұғалім Сұраған Дәуіт көшіруді басамыз. Сосын КТЖ-ға өтеміз. Өткеннен кейін мына жерде сіздерде бірінші және екінші 90-ның барлық сабақтары тұрады. Барлық сағат саны 28. Жариялау деген басамыз. Жариялауды қайттан басамыз. Үлестіруді басамыз. Үлестіруді басқаннан кейін мұнда толық жыл деп аламыз. Әрі қарай. Сосын мұнда сіздер кестені бойынша түрген. Мына жерде үй жұмысын үлестіру керек емес. Әрі қарай дегенді басамыз. Сосын мұнда қараңыздар, тексеріп шығамыз. Сосын үлестіруді басамыз. Үлестірілді КТЖ бойынша. Енді 6-ге келеміз. Жарияланды бізде математикамыз. Сосын біз барадığımızda математикаға кіреміз. Сосын оны көшіреміз. КТЖ-ны көшірместен бұрын әріптестер, КТЖ-ны көшірге жатқан сыныптың алып тастаңыздар. Бағана мен көрсеттім ғой. Математика мысалы бастым, одан кейін келесі астына түсіресіз, үлестіруден алып тастау, сосын X тұр, жойып тастайсыздар. Міне былайынан. Математиканы 78 сағат дейінге кіреміз. Сосын қайтадан төменге қарай түсіреміз. Жариялауды басамыз. Жариялауды қайтадан басамыз. Үлестіруді басамыз. Толық жыл әрі қарай төменге қарай түсіреміз. Төменге түсірмейміз мына жерде. Біз кесте бойынша сабақ күндері дегенді басамыз. Әрі қарай дегенді басамыз. Сосын төменге түсіреміз. Үлестіруді басамыз. Сол бойынша бізде кесте үлестірілді. Бізде 6Е менде жүктелді. Осымен КТЖ-ны жариялауды көрсеттім. Ең бастысы сізге 490-ға алдын ала барлығын дайындап қою керек. Келесі 390-ға келген кезде дәл бағанағы сияқты әрбір нәрсені импорттап тез-тез жасай саламыз. Сізге тіпті 5-ақ минутта жетеді. Дакет-Диш жобасын қолдау ретінде каналға тіркеліп, достарыңызбен, әріптестеріңізбен бөлісіңіздер. Бұл жайлы айта бермейді. Мен сіздерге айтып отырмын, себебі сіздердің жұмыстарыңызды жеңілдеткенімді қалаймын. Бар мүмкіндікті неге бөлісіп сіздер неге қолданбасқа деген сияқты. Сол себептен арнаға тіркеліп, комментарий жазыңыздар, лайк басыңыздар, кері байланыс жасаңыздар. Сау болыңыздар.